Карцинома әйелдердің жыныстық бездерінің қатерлі ісігі. Оған жиі етеккір үзілісінен кейін шалдығады, алайда жас қыздарда бұл аурудан сақтандырылмаған. Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында аналық без қатерлі ісігінің ерте білінетін белгілері туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл аурудың ең басты қаупі, оның айқын белгілері тек соңғы стадияда білінеді. Сондықтан әйелдер бұл ауруға шалдыққанын айлар немесе жылдар бойы білмей жүруі мүмкін. Аналық без қатерлі ісігі 4 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең – қатерлі ісік аналық безбен шектелген. Екінші кезең – аналық без қатерлі ісігі жамбасқа таралған. Үшінші кезең – аналық без қатерлі ісігі құрсақ қуысына таралған. Төртінші кезең – метастаздар құрсақ қуысынан тыс жерлерде де түзілген. Сөзсіз басқа да қатерлі ісіктер секілді мұны да ерте анықтаған дұрыс. Сол кезде одан толықтай емделіп шығу мүмкіндігі жоғары болады. Аналық без қатерлі ісігінің ерте білінетін белгілері төмендегідей. Оларды білу өте маңызды. Іштің кебуі, тоқтық сезімнің жылдам келуі, тәбеттің кенеттен жоғалуы, іштің ауруы, себепсіз салмақ тастау, ішектер жұмысының өзгеруі, аналық без қатерлі ісігін көрсетуі мүмкін. Бұл белгілердің бәрін асқазан ішек жолы проблемасы деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Егер диареямен, іш аурумен қиналып жүрсеңіз, дәрігер ішектер мен асқазанды тексеру үшін гастроэнтерологқа қаралыңыз. Бірақ егер маман өзіне қатысты проблемаларды жоққа шығарса, міндетті түрде онколог пен гинекологтың кеңесін алғаныңыз жөн. Әсіресе егер етеккір циклінен бөлек қан ағу пайда болса, жиі кіші дәретке барғыңыз келуі және қатты шаршаңқылық болса, ойлану қажет. Бұл жерде ағза жаңылысқаны жайлы белгі беріп тұр, яғни толық тексерістен өткен жөн дейді дәрігерлер. Сондай-ақ осы ауруды сипаттайтын және басты назар аударатын бірнеше тағы белгілер бар. Олар әлсіздік, апатия, сырқаттану, кіші жамбас айналасындағы қолайсыздық, тез шаршаңқылық, кіндік пен шап аумағының сыздап ауруы, етеккір кезеңінің және оның ұзақтығының өзгеруі, жас әйелдің бала көтере алмауы, жатырдан қан кету, жиі кіші дәретке бару, қарынның төменгі жағының сыздап ауруы, тәбеттің жоқтығы, іште бөгде заттың тұрғанын сезіну, іш кебу, қан аралас бөліністер. Аналық без қатерлі ісігінің профилактикасы төмендегідей. Әйел адам өз денсаулығына үлкен мән беріп, гинекологтың тексеруінде болғаны жөн және ультрадыбыстық зерттеу жасалуы қажет. Пайдалы ас ішу, оның ішінде жемістер, көкөністер, ақуыздар, майлар. Өз салмағыңызды бақылауда ұстағаныңыз жөн. Дене шынықтыруға бет бұру керек. Аптасына 3-4 рет 30 минуттан дене жаттығумен айналысу онкологиялық аурулардың пайда болу қаупін төмендетеді. Қымбатты оқырман, видео пайдалы болса, жақындарыңызға таратуды және каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.